Қадірменді ағайын, құрметті шараға қатысушылар, баршаңызды алда келе жатқан тамаша мереке әз Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Наурызнаманың 10 күндігіне сәйкес бүгінгі күн шаңырақ күні деп аталады. Шаңырақ әрбір қазаққа киелі қастерлі ұғым, отбасының бірлігінің, берекесінің символы болған бүгінгі шаңырақ күні сіздермен жүздесіп, көптен күткен пәтер кілттерін табыстаудың міне бүгін сәті түсіп отыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өңірлерді дамыту туралы тапсырмасында әрбір кезекте тұрған азаматты баспанамен қамту туралы міндеттер қойылған. Осыған сәйкес үкіметтен, облыс әкімдігінен жыл сайын қомақты қаржы бөлініп отырады. Байғайын ауданының осы өзіміздің азаматтарды баспанамен қамту бойынша нақты жоспары бар. 2024 жылы 49 пәтерді іске қоссақ, өткен жылы 42 пәтер салынды. Биылғы жылы 50 пәтер салу жоспарда тұр. Осылайша біз кезең-кезеңімен баспанаға кезекте тұрған азаматтардың тұрғын үй мәселесін шешеміз. Құрметті болашақ қоныс той иелері, сіздердің қуаныштарыңыз жалпы ауылдың қуанышы. Себебі әрбір отбасы тұрғын үйге баспанаға ие болса, сол отбасыда тәрбиеленіп жатқан балалардың болашағына үлкен үлес қосу болып есептеледі. Сондықтан да әрбіріңізге құтты үй болсын, іші жақсылыққа толы болсын, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, көңілдеріңізден қуаныш сезімі кетпесін, мереке құтты болсын. Ауылың алыс қалған қарай қайралап қаршы. Бүгін біз жаңа үйге кірдік, біз қуаныштымыз, сіздерге көп-көп рахмет. 22 жылы қаңтар айында кезекке тұрған көпбалалы отбасы ретінде осы мемлекеттік бағдарламаны ұйымдастырып жатырған президентімізге және де облыс әкіміне, аудан әкіміне көп-көп рахметімді айтам. Алғысым шексіз. Міне бүгін біздер осы баспанаға қолымыз жетіп, өте қуанышты күйде тұрмыз. Мына жағдай деген тіпті болмаған жағдай, естімеген жағдай. Жылдан жылға мынандай коммуналды үй беріп, біздер ондайды көргеніміз жоқ. Ал енді облыстық әкім Асқар Шақаровқа, мына Айбек ауданымыздың басшысы, бәріне де рахмет. Мына менің қызым үйді етіп атқан, осы мына үй алып атқандардың бәріне де қоныштары жайлы болып, өмір жастары жақпат, ауырмай, сырқамай, қызық көріп, дастархандарын тілек қойып, думанға жайлы берсін. Барлықтарыңызға үлкен көп рахметімді айтам. Алғысым шексіз. Қуаныштымын осы үйге іліккеніме. 2021 жылы кезекке тұрған едім көпбалалы санатында. Енді міне биыл маған беріп тұр екен. Қуаныштымын, қуанышты болып жатырмыз. Балаларым да қуанышты. Үлкен алғысымды білдіремін.